Сәлеметсіздер ме балалар және кішкентай бүлдіршіндер. Бүгін біз әжем айтқан ертегі бағдарламасының келесі кезекті ертегісін тыңдап тамашалайтын боламыз. Ал ол үшін біз бүгін Бәтес әжейдің үйінде қонақта боламыз. Ендеше кезекті ертегімізді тыңдап тамашалайық. Ал балдарым, мен сендерге төлдердің таласқан ертегісін айтып берейін. Жақтырып, еміз бізді жақсы көреді. Біздің жүнімізде түбітімізді пайдаланады, сүтімізді пайдаланады деп. Мен жоқ, иесі бізді жақсы көреді. Біздің сүтімізді ішіп, түбітімізден киім тігеді. Жоқ, иесі бізді жақсы көреді. Үй иесі бізді жақсы көреді. Біздің жүнімізде киім тігеді. Жол кеудеше, бас киім, қолға көрпе жасайды. Етімізден ерекше жақсы көріп жейді. Үй иесі бізді жақсы көреді. Сендер бізге таласпан, сендер бізге мақтанбаңдар. Үй иесі бізді жақсы көреді. Шелек толған сүт, май, қаймақ, құрт алады. Етімізді жейді. Үй иесі бізді жақсы көреді. Бізге сендер таласпаңдар. Үй иесі бізді жақсы көреді. Етімізден қазы қарта шұжық жасайды. Мінетін көлігі де бізде, үй иесі бізді жақсы көреді. Сөйтіп тып-тыныш отырған бота тұрып, жоқ, еміз бізді жақсы көреді. Біздің шұбатымыз пайдалы емге деп таласыпты. Төлдерім, сендер басқа таласпаңдар. Мен сендерді бәрі бірдей жақсы көремін. Сөйтіп, ертегіміз сондай ертегі. Ал енді балдарым бүгін қазақтың көрісу мейрамы, көрісу айты, айттан айтқа жете берейік. Балдарым, аман отырыңдар. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болып бата берейін мен сендерге. Дендерің сау болсын, сабақтарыңды беске оқып, 80-дердің рақат қызықтарыңды мен көре берейін. Әумин. Міне балалар, бүгін біз төлдер айтысы ертегісін тыңдап тамашаладық. Бұл ертегіде үй жануарларының пайдасы туралы айтылған. Сіздерге бұл ертегі ұнады деп ойлаймын. Ал қазірде біздер сіздермен қоштасамыз. Келесі ертегіде кездескенше сау болыңыздар.